Сәлем достар, Қазақстанда 4 бағытта ақылы жол бар. Олардың жалпы ұзындығы 682 километр, ал бағалары 200-ден 600 теңгеге дейін. Ал сіздер әлемдегі ең қымбат ақылы жолдарды білесіздер ме? Онда біз бүгін сондай 7 жолдармен таныстырамыз. М6 Толл Англия-Шотландия шекарасындағы М74А автомобиль жолын және оның басында А14 автомобиль жолын жалғайтын М6 автомобиль жолының бөлігі. М6 Толл жолы Бирмингемнің солтүстігінде орналасқан. Вулверхэмптон ауданындағы 11-ші нүктеден басталып, Коллес-Хилл аймағындағы 3А торабына жетеді. Маршруттың ұзындығы 43 километр. Верацано Нарроуз Нью-Йорктың Бруклин және Статен Айленд аудандарын жалғайтын әлемдегі ең үлкен аспалы көпірлердің бірі. Көпір 2 қабатты. Әр қабаттарда көлік қозғалысына арналған 6 жолақ бар. Бұл көпір Нью-Йорк қаласының әкімшілігіне тиесілі. Статен Айлендке көпір арқылы кіру құны $16 құрайды. Екінші Северн көпірі. Северн өзенінің бойымен өтетін Англия мен Уэльстің жағалауларын жалғайтын көпір. Ол ескі Северн көпіріне қарағанда өзеннің төменгі ағысында орналасқан. Көпір арқылы Англиядан Уэльске өту үшін ақы алынады, ал Уэльстен Англияға тегін. Мотоциклистер тегін жүре алады. Көпірмен жаяу жүру немесе велосипедпен жүру мүмкін емес. Акаси Кайке Жапонияның аспалы көпірі. Акаси бұғазы арқылы өтіп, Хонсю аралындағы Кобе қаласын Авадзе аралындағы Авадзе қаласымен байланыстырады. Көпір салудың жалпы құны 500 миллиард йен болды. Сондықтан жоғары тариф белгіленді. Күн сайын көпірді 25 мың көлік пайдаланады. Кейбір жүргізушілер бағасы қымбаттығына байланысты автобуста немесе бұрынғыдай кеме арқылы өткенін жөн санайды. Нюрнбергинг Германиядағы Нюрнбург ауылының маңындағы жарыс жолы. 2013 жылғы Формула 1 гран-приінен кейін ипподром иелері трекке қатысуды 2015 жылдан бастап үлкен жүлделер кезеңіне қатысуды тоқтатуды шешті. Қазіргі уақытта трасса әуесқой автоспортшылар арасында кеңінен танымал бола бастады. Қарапайым жалдамалы автокөліктерді пайдалануға жол берілмейді. Автокөлік жалдайтын компаниялар айыппұл салған жағдайларда бар. Сонымен қатар, бұл тас жолда өткізілген уақытта сақтандыру полисі жүрмейді. Конфедерация көпірі. Принц Эдвард аралы мен Канададағы Нью-Брансуикті байланыстыратын көпір. Конфедерация көпірі 1997 жылы 31 мамырда ашылды. Көпірдің ұзындығы 12,9 километр және мұзды сулардың үстіне салынған әлемдегі ең ұзын көпір. Бұл жобаның жалпы құны шамамен 1,3 миллиард канадалық долларды құрады. Бұл Шамони-Монблан мен Курмайорм арасындағы Монблан тауының астына салынған көлік туннелі. Туннель пайдалануға берілген сәттен бастап Альпідағы маңызды бағыттардың біріне айналды. Франциядан Туринге дейін шамамен 100 шақырымдай және Миланға дейін 50 шақырымдай жол үнемделді. Күн сайын туннель арқылы 5000-нан астам көлік өтеді. Жаяу жүргіншілер автобуспен туннельден өте алады. Туннель ақылы. Туннельдің бағасы көлік құралының түріне және тіпті мөлшеріне байланысты. Мәселен, мысалы бір бағытта биіктігі 2 метр болатын жеңіл көлік үшін шамамен 42-43 еуро, ал биіктігі 3 метр
3 өсті жүк машинасы үшін 310-315 евро төлейсіз. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.